Сценарий қандай? Сценарий бойынша мен құдай сақтасын, ондай жаман әдетім жоқ, бірақ мен бір жаман бір нәрсемен ментарға соғып қалдым. И соны қазір уайымдап айда шығады, содан ұстаймыз да. Саламыз машинаға, Сардәулет, аман есен алып келдік. Достар, кеше, негізінде Айда екеуміз барлығын тоқтатып, мен границадан шығып кеткен болатынмын. Айда өзінің сөзін айтып, Нұрдәулет болды, екеумізде ештеңеге шықпайды, мен саған сенбеймін, мінезіміз сәйкес келмейді деді. Мен көңілім қалды, базар жоқ. Мен неден шығып кеттім, жарайды деп мен тоқтатып кеттім. Жарайды, тоқтасын деп өттім дағы. Мен алдын ала барлығын пландағам. И балалардың барлығын жинадым сол жерге, қатысушылардың маған көмектесем деген қатысушыларды жинадым дағы. И Айданы алдап сөйтіп шығардым, и сонымен алып кеттім. Ал мен қыздың мені сүйетін көзінен ақ байқадым. Ол сөзінің барлығы, ол маған деген ашу, маған деген бір сондай ыза десем де болады да, андайша реніш қой енді. Соның барлығы бір алып қашумен жаздым десем болады. Аллаға шүкір, енді мен жанымда мүлдем ренжітпеймін.